Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз рецессияның анализіміздің бірінші күні болып келеді. Рецессия дегеніміз ол өзіміздің бастапқы сауда жасайтын сессиямыздың алдында, то есть ашылмай бұрын жасалатын біздің анализіміз. Бұл арқылы біз күндік немесе апталық бағаның қозғалысына жоспарлар құрып, егер де сауда мүмкіндігі туындаған сәтте күнделікті анализ жасау барысында біз соларды сауда жасауымыз керек. То есть сауда жасай аламыз. Осы біздің анализіміз бойынша. Основной бізде сессия қазіргі таңда Лондон болып тұр. Біздің анализіміз 11-де басталған себебі бұл уақыт қазір Франкфурттың. Сол себепті бір сағат алдын жасалған анализіміз. Бізге не керек? TradingView сайты, жаңалықтарды көруге арналған екі сайтты көрсек болады: Forex Factory и экономический календарь. Ол бізде invest.com. Үшінші керек бізге ол блокнот. Блокнот ішінде біз жазамыз бүгінгі күнді, қандай жаңалық болады бүгін, и доллардың индексі, сонымен қатар Форекс нарығы, өзіміз сауда жасайтын инструменттерді. Мүмкін сіздерде мына жерде барлығы болмайды, тек қана бір екеуі ғана ештеңе етпейді, солар ғана жазып осылай дайындап қоямыз. Кейін сауда мүмкіндігі болған активтер және де орындалмаған позициялар немесе қателіктер жасасақ, осы апта барысында бұның барлығын блокнотқа жазып қойсақ болады. Блокнотқа жазуымыздың себебі бұл қысқаша түрде сауда жоспарымыздың бірі болып келеді. Кейін осы блокнотқа жазып болғаннан соң жоспарларды, егер біз оны орындағымыз келсе, біз оны уже журналға жазуды бастаймыз. Біз жаңалықтардан бастаймыз. Бірінші Forex Factory сайты. Бүгінгі таңда сағат 7-де долларға қатысты бізде бір жаңалық бар. Маңыздылығы қызыл, то есть қатты маңызды. Ол бізде индекс менеджер по снабжению для непроизводственной сферы, ICM деп тұр. Ол жаңалық туралы егер оған басатын болсақ, үстінен толық ақпаратты ала аламыз. То есть мына жерде сол индекс туралы тұр. Және де показательдер қаншалық көп болса, соншалықты доллар өседі деп тұр. Немесе показатель төмен болса, доллар да құлайды. Сонымен қатар мына жерде графигін көре аламыз. Көп уақыттар бойы, бірнеше жылдар баға бір жағына диапазонда болды. Егер осындай диапазондар өзгермейтін болса, көп жағдайда бұл бағаға сағатта әсер етпейді. Бірақ біз толығырақ білу үшін мына жердегі соңғы жаңалықты көріп, графикте қандай реакция бергенін көре аламыз. Қарасақ, бізде предыдущий 53 болды, 53-те 6, ал прогноз бойынша 53-те 7, то есть көтерілуге бағытталған. Баға 54-те 5-ке дейін көтерілді. То есть, по сути, доллар өсу керек осы жерде. Енді көреміз, сағат 7-те болған 3-ші июньде. Біз доллардың индексін өтеміз. Сосын қарайтын болсақ, міне мынау жасыл свеча, төменгі жақта среда 3-ші июнь сағат 7 деп тұр. Біздің свечамыз қызыл, то есть сатушылар жағынан объем келген екен мына жерде. Ал біздің прогноз бойынша баға жоғары қарай бару керек. Свеча именно. Бұл сағатта жаңалықпен сәйкес келмегендіктен біз бұл жаңалықты жалпы жұмысқа алмай қойсақ болады, немесе толығырақ соңғы мына жақтағы төмендегі жаңалықтарды тағы да бір-бірімен байланыстырып көрсек болады. Қазіргі таңда мен қысқаша фундаментальный анализге сағат қарамағандықтан бұны не туралы да қойсақ болады. То есть не плюс, не жоғары болса да, сағатты долларға қатты импульсивті түрде әсер етпейтінін жаңалықтардың бірі деп, нейтральный деп қойын. Жаңалықтардан кейін, жалпы бүгін тек қана біреу ғана, біз технический анализге көшеміз. Бірінші доллардан бастаған абзалырақ болады. Және де қазіргі таңда бізде дүйсенбі күні, то есть понедельник, біз апталық таймфреймнен бастағанымыз жөн. Себебі апта ашылып жатыр, және де баға қайда бару мүмкіндігін осы жерден көре аламыз. Қарайтын болсақ, бізде соңғы қозғалыстарда төменгі жақта орналасқан имбалансқа баға реакция алып, rejection туындады, отторжение келді, қарама қарсы жақта ликвидность бар, және де бізде жақын орналасқан диапазон жасалған болатын. Былай қарасақ, баға
импульстер кетіп бара жатыр, импульс коррекция жасады, импульс коррекция и импульс коррекция деп жоғары қарай бару мүмкіндігі бізде көбірек. Жасқырсақ болады оң жағынан. Бұл бізде абсолют имбаланс. Бізде мысалы жоғары орналасқан екенбіз. Енді күндік. Күндік таймфреймде бізге кедергі бола алатын имбаланстар сатушылар жағынан пайда болған. Жазып қоя аламыз. Глобально біз жоғары қарай қараймыз. Глобально осылай. Ал вот локально біз әлі де коррекция жасауымыз мүмкін. То есть бізде мынау диапазон бар ғой. Сол диапазонның тағы да төменге қарай түсуіне себеп мүмкін. Егер де мына имбалансты біз бұзбайтын болсақ. Жасақ. Контроль жасасақ болады. Күндік локально болады. Төменгі орналасқан екенбіз. Локально біз әлі де егер мына имбалансты бұзылмайтын болса баға, біз төменге қарай коррекция жасауын күтеміз. То есть локально осылай болып тұр, глобально бізде осылай. Қазіргі таңда біз не жазамыз? Күнік айтқанымды жазсақ болады. Глобально біз қарайтын плюс имбаланс точка ретінде и ол фрактальный хай FH жасылайын. Ретінде біздің қарап жатқан нарративіміз ол бізде бөліш. Локально ол күндік таймфреймдегі анықтаған нарративіміз сатушылар ғана пайда болған имбаланс кедергі болып тұрған бізге. Маған жақты орналасқан мақсаттардың бірі күндік фрактальный лоу. Ол нарратив бізде шартлау. Біз беріш. Енді қазіргі таңда біздің глобальныйға подтверждение жоқ. Сол себепті біз бұны қарастырмаймыз. Бұның уақыты келген жоқ. Локально біз енді осыны күтуіміз керек. 4 сағаттық таймфреймде бізде подтверждение бола ма болмай ма соны көру үшін 4 сағатқа өтіп көрейік. 4 сағаттық таймфрейм бізде сатып алушылар жағынан мына аймақтарда имбаланс жоқ. Тек қана осы жерде пайда болып жатыр. Әлі де пайда болған жоқ. Себебі мына свеча жабылмады әлі. Сол себепті сатып алушылар жағынан қазір тек қана расширение көріп жатырмыз біз. То есть олар ақырын болсын осылай жоғары қарай көтеріп жатыр. Бірақ ол көтерілгені мықты деп айта алмаймыз біз. Себебі оған орай бізде подтверждениялар жоқ нарықта. Бірақ көріп тұрғанымыз ликвидностьтер бар ішкі көппен белгіленген. Біз 4 сағаттан эфирінде белгілей аламыз оны. H4 сатып алушылардың кішігірім әлсіздігі. Қазіргі таңда біз күтуіміз керек ол 4 сағаттық таймфреймде подтверждение төменге қарай. Егер біздің локальный нарративіміз орындалса. Сол себепті біз диксияға осылай жасасақ болады. Беріш, то есть төменге қарай қыстыра тұрмыз. Егер 4 сағаттық таймфреймде қандай да бір подтверждение туындайтын болса сатушылар жағынан. То есть DXY бізде егер де төменге қарай түсетін болса, біздегі пара евро және де фунт жоғары қарай көтеріледі. Ал EZHPY және де алтын тоже EZHPY доллармен бірге жүреді, ал алтын қарама қарсы. Әрине, бұл дополнительный ақпарат бізге. Бірақ біз әрбір активті өзінің жеке-жеке анализ жасау өте маңызды болып келеді.
себебі бізде қаншалықты диксонмен байланысы болса да олар жеке қарастыру маңызды алып келеді. евро USD бізде апталық таймфреймде соңғы қозғалыстарында бізде баға бір жерде ғана жүрген екен. шақта алған екеністердің бірі ол мынау аймақтағы. Қазіргі таңда баға соңғы апталар бойы тек қана төменге қарай түсуде. Әзірге апталық таймфреймнен біз ала алатын ақпарат тек қана ол баға осындай сатып алушылардың диапазонында жүр. Мына аймақ бізде брейк блок. Баға салған келді, реакция алды, өте алмады әрі қарай, ішінде жабылған екен. Әзірге апталық таймфреймнен прям маңызды деген ақпараттар бізде жоқ. Мына имбалансқа дейін баруы мүмкін, әрине, бірақ бізге күндік керек. Қазіргі таңда біз байқап жатқанымыз ол бізде IFG туындаған аймақтағы орналасқан немесе mitigation блок. Мына аймақ. Себебі жасыл қызыл свечалар уровень құрап тұрған, төменгі жақта аса қатты ештеңемен байланыспаған имбалансқа келген шығып, именно уровеньді бұзып кетті. То есть осы аймаққа қандай реакция алады, соны белгілегенбіз. Мына жерде жасыл ол бізде бір күндік орын аламыз. Бірақ бұл нарративке аса қатты керек емес. Әзірге күндік евро доллардың нарықтың графигі нашар болып тұр. Қарайтын болса, консолидациялық қозғалыста ақырын жоғары қарай қозғалады. Бір сағат көре салайық. Егерде все-таки мынаны қарастыратын болсақ, қандай да бір бағытқа біз күте алатынымыз, скорее всего, осындай аймақтарға барып жоғары қарай. Бірақ бұл все равно бағыт айтсақ та, біз сауда жасауға келмейді. Сондықтан да 3 нүкте қоямыз. Неліктен келмейді? Себебі бізде нарратив жоқ күндік таймфреймде. Нарративті анықтауға қатысты 4 сұрақ бар бізде. Соларға жауап беру арқылы соны анықтаймыз. Қазіргі таңда күндікте бізде ол сұрақтардың жауабы жоқ болғандықтан евроның қозғалысы бізге келмейді. Фунт доллар енді қазір апталық таймфреймге өтеміз. Бізде айтатын болсақ, мына жерде имбаланс толығымен бұзып өтті баға. Бізде апталық IFG қалыптасты. Ол да бір параметрлерін жасалады. Басқа ақпарат бізде жоғары жақта айырылған орналасқан, то есть екі ликвидностьтер мына жерде алынбаған. Әзірге басқа ақпарат көріп тұрған жоқпыз. Қарайтын болсақ, бізде имбаланс бар ол жерде. Бізде уже мына жерде анық переменный бар, плюс болған имбаланс. Қарама қарсы шарттағы мақсаты ең жақын орналасқан, ол бізде күндік фрактальный хай. Біздің точка болмаса алды. Сонда бізде осылай диапазон тастай аламыз. Әзірге баға енді ғана келді имбалансқа. Сол себепті біз қандай реакция алғанын әзірге білмейміз. То есть саталаушылар жағынан отырлық бар ма жоқ па екенін кішігірім тосу керек. Біздің жазатынымыз ол нарративті бірінші плюс аламыз. Ол біздің точкаларымыз болып келеді. Жақын орналасқан реакциялар аймағы. И бару мүмкін ол қарама қарсы жақта орналасқан мақсат фрактальный хай. Ол біздің точкаларымыз. Сондағы нарратив қарастырып жатқанымыз ол бізде жоғары қарай. Бізге керектісі ол подтверждение. Айтқан бойынша баға енді ғана келіп жатыр. Бізде подтверждение болмауы мүмкін. Қарайтын болсақ, баға енді ғана келіп жатыр, даже келгенде жоқ әлі. И бізде өзіндік 4 сағаттық диапазон бар бізде осындай. Сол себепті баға коррекциялық қозғалысын төменгі жақтарға дейін де түсуі мүмкін. То есть мына аймақтарға дейін. Біз әзірге білмейміз и жоғары да қарастыра алмаймыз. Сол себепті біз мына жерге істеуіміз керек. Плюс 4 сағаттық подтверждение сапаласы жағынан. Сондықтан мына жерге жазып қоюымыз керек фунтта.
Biz қарастырып бөліш жоғары қарай и күтуіміз керек плюс 4 сағат confirmation. Енді езу қазіргі таңда бізде мүлдем подтверждение жоқ, сондықтан да сауда жасау ерте. Енді езу соңғы рет маған төменге орналасқан имбалансқа реакция алған екен орталық. Қарама қарсы бару мүмкін, ол нөл ликвидность. Бізде апталықта көрінбейді ол, бірақ күндікте бұл жерде ликвидность бар. Әзірге бізде баға максимумдарда жүр. Қарайтын болсақ, мынау исторический максимум болып келеді бағаның 162,840 деген. Баға соған келгеннен соң сразу отторжение келді осы жерден. И осылай әлі де көтеріле бере ме? Бұл пара бізде белгісіз болып тұр. Скорее всего, резко түседі бұл. Себебі бұл как-никак Форекс қой, алтын емес. Сонда жерде ликвидность бар, бірақ оған кедергі ретінде бізде әлі де имбаланс бар. Осыларға пайда болған имбаланстың максимум. Егер осылай өте алатын болса, біз жоғары қарастыра аламыз. Бірақ егер өте алмаса, біз төменге қарай қарастырамыз. Бізде осындай диапазон қалыптасты, міне максимум и міне минимум. Баға қазіргі таңда сатушылардың арасында төменде. И сол себепті біз осы жерге ақпаратты белгілейік. Біздің нарративіміз болуы мүмкін деген ол имбаланс, соған реакция алып, төменде орналасқан шарттан ұлғайдың баға. Енді бірінші қабамыз мотив, ол беріш, то есть төменге қарай қарастыратынымыз. Ал подтверждение бізде жоқ, себебі баға әлі келген жоқ имбаланс максимумына. Сол себепті біздің күтетініміз ол 4 сағаттық подтверждение сатушылар жағынан. Дәл солай төменге қарастыратынымыз 1 сағаттық подтверждение күтеміз. Әзірге баға мына 6 точкаға жеткен де жоқ. Сол себепті график бізге ыңғайсыз. Алтын апталық таймфреймге өтейік. Апталықта бізде соңғы рет реакция алған аймағы ол ликвидностьте болды. Аймақта орналасқан. Жасқасақ болады, ол бізде фрактальный рейд жасады. Ликвидность алған ол фрактальный рейд болып келеді. Қазіргі таңда бізде төменгі жақта rejection блок бар. Қарайтын болсақ, мына диапазон жасқасақ болады, плюс блок. То есть бұл ордер блок секілді переменный сатып алушылардың зонасы болып келеді. Баға реакция бере алып, жоғары қарай. Қарама қарсы жақта бізде алыс орналасқан ликвидность бар, аймақта орналасқан. Бірақ күндікте одан да жақынырақ бізде переменалар бар деген ойдамын. Бізде импульс кетті, төменгі жақтағы ликвидность алғаннан соң, мынау ликвидность алды, и потом сразу импульс кетті. Мына аймақта бізде rejection блок апталық и брейкер блок күндік болып тұр. Сонымен қатар мына жерде имбаланс бар, и бізде осындай дилинг рейндж құралып жатыр. То есть бұның бәрі нені білдіреді? Баға жоғары қарай бару мүмкіндігін білдіреді. Ал точка бар, ал ретінде толем мына аймақта орналасқан имбаланс сатып алушыларға пайда болған. Немесе мына аймақта орналасқан олар жағынан пайда болған брейкер блок. Бірақ брейкер блок бізде точка баға келмей жоқ. Жалпы осындай, то есть біз қарастыратқанымыз осы аймақтарға келіп бағаның жоғары бару. Минимальный осы жерге дейін бару, ал максимальный ол мына аймақтарға дейін жоғарыдағы ликвидностьтер. Бұны қоямыз. Біздің беріліп жатқан нарративіміз плюс имбаланс немесе плюс брейкер. Ол бізде точка А келеді. Ал точка Б ол бізде жоғары орналасқан ликвидность. Күндік қарастырып жатқан нарративіміз
ол бізде bullish, то есть жоғары қарай біздің күтуіміз керек, баға жету керек мына аймақтарға дейін. Кейін бізде жалпы подтверждение іздейміз бір сағат. Опор на область ретінде немесе run confirmation. Ал егер біз осылай кіретін болсақ позицияға, брейкер лог аймағына, стоп лосс мына аймақта болады и тек профит осы жақта. Егер осылай қарастырсақ, бізде соотношение риск прибыли келмегендіктен бұл тиімсіз позиция. Егер жоғары қарасақ, былай енді болады. Бірақ бұған бару мүмкіндігі аздау, но все же бұл да қате болмайды. Себебі бізде жоғары жақта аса қатты переменный жоқ, бізге кедергі келтіретін. Сол себепті осылай да баруы мүмкін. Бұл бірінші идея, кішігірім рискованный, но либо бұны күте аламыз біз. Бір сағаттық бөлім confirmation. Бізде bullish күтуіміз керек. Бөлім confirmation. И банально баға келу керек мына имбалансқа. Әлі бізде аптаның ең алғашқы күні мына аймақтарға жетпеген. Бізде қалды енді гер. Апталық таймфрейм. Баға бұл жерде де исторический максимумда жүр. Соңғы реакциялық аймағы ол біздің liquidность. Бізде жалпы ақпарат жоқ мына жерде аса қатты. Имбаланс қалыптасып жатыр, бірақ қалыптаспады әлі. Күндікке өтіп көрейік. Күндік таймфреймде де бізде аса қатты ақпарат жоқ. Бізде жоғары жақта пустота, төменгі жақта имбаланс бар. Мына аймақта орналасқан. Бұған барады, бара алмайды біз білмейміз. Бір сағатта подтверждение жоқ, бізде төменге қарай барады деген кедергі ретінде имбаланс бар. Егер осыны бұзып өтсе, әрине бара алады, бару мүмкіндігі бар. Бірақ бұл сауда жасайтын актив емес қазіргі таңда. Себебі қозғалысы исторический максимумда жүр и подтверждениялар бізде жоқ. Даже күндікте қарасақ, біз осы қозғалыстан дым жасай алмаймыз. Сонда қорытындыға келетін болсақ, бізде бүгін сағат 7-те долларға қатысты жаңалық бар. Нейтрально деп қарастырдық, нарыққа реакция бермегендіктен. Диксой бізде локально төменге қарай қарастырып жатырмыз, бірақ әзірге подтверждение бізде жоқ. Евро бізде ештеме емес, себебі нарықта график консолидация болып тұр. Фунт бізде жоғары қарай, бірақ подтверждение әлі де жоқ. И дәл солай USHPY қарама қарсы жаққа бізде подтверждение керек. Екеуінде де подтверждение жоқ әлі. Біз сауда жасай алатындай. Алтын тоже bullish, бірақ тоже подтверждение керек. Баға әлі де мақсатына жетпеген. То есть реакциялық аймағына коррекция жасауды әлі де. Ал гер болсақ, бізде исторический максимумда жүр и түсініксіз бұдан. Фунт, то есть USGPY да тоже исторический максимумда жүр, сондықтан да бұнымен де кішігірім ойлау керек. Сонда бүгінгі таңда біз ешқандай сауда жасамаймыз. Неліктен? Себебі бізде ешқандай подтверждение жоқ. Сауда жоспарымыз осындай. Егер бізде 4 сағат таймфреймдерде дәлел туындаса бір жаққа қарай, әзірге біз тек қана күтеміз. То есть бүгін күндіз немесе кешкісін просто графиктен қандай бағытта барып жатқанын көрсек болады. Ал скорее всего бүгін ешқандай да сауда болмайды. Егер сауда жасасаңыздар да ол сапасыз болуы мүмкін. Былай рецессияның анализі аяқталды. Қолданған инструменттерді жасау сайттар үшеу, трейдинг видео, жаңалықтар және де блокнот, өзіміздің жоспарларымызды жазып отыратын ойымызда. Анализге қатысты сұрақтарыңыз туындаса, маған қоя аласыздар. Әдемі. Осы апта как пример ретінде менің жасайтын анализімді қарап көрсеңіздер болады. Келесі апта уже өздеріңіз жеке жасауларыңызға тура келеді.
себебі ұқсатты соңға. Мгм. Практика арқылы қайталай берген сайын есте тез сақталады. Көп қателіктер жасамасаң, оның барлығы плюс. Мгм. Бірінші денсаулық, өзің қалыпқа келгеннен соң сауданы жасауды бастаймыз. Ал точка входаны біз жоспар бойынша қарастырамыз. Қазіргі таңда біз оған келген жоқпыз. Бізде не бар ғой? Мысырға бағыттануға қатысты видео жіберген. Опа. Сол жерде бізде осындай процесс бар. Бірінші бағытты анықтаймыз. Мысалы, бағыт дегеніміз ол қарапайым точка А және точка Б. Біз бір жерден екінші жерге баратынымыз. 2GIS-та немесе такси заказ бергенде біз үйден жұмысқа немесе қандай да бір отырыс жасайтын аймаққа баруды көреміз. Қандай жолдар бар деген секілді. Нарратив ол бізде өмірде де бірінші орында болады. Екінші біз қарастыратынымыз сол нарративке қатысты подтверждение, дәлел. Шынымен де біз біздің бағытымыз бойынша бара ма деген. Ең бұл бізде стоп. Бұл уже риск менеджментке қарай. Қай жерде біздің идеямыз жоққа шығарылатын аймақ. Осы стоп-лосс арқылы шығамыз. И бізде entry кіру нүктеміз болып келеді. Біз осы процесс. Бағытты анықтаймыз, соған орай дәлел, стоп-лоссты көреміз. Егер ол бізге ыңғайлы, риск RR бойынша келіп тұрса барлығы, потом уже кіру нүктесі. Кіру нүктесі любой қолдана аласыздар. Хоть переменаларды, хоть рынокпен бірге кіріп кете аласыздар. Исполнение по рынку арқылы да. Егер де RR бойынша сіздер келсе барлығы. То есть риск бар. Алдыңғы апта осы процесс анализін өткізген болатынбыз. Алдыңғы апта емес, 2 апта бұрын. Соны көре аласыздар. То есть ол жерде уже кіру нүктелері болған. Ол бізде осында YouTube, міне сценер, и мына жерде видеолар тұр. Міне 22-сінен бастап 25-іне дейінгі осы 4 анализ тұр, видео. Осылар қарау арқылы қандай да бір қосымша керекті маңызды ақпараттары ала аласыздар. Бұл дәл біздің қазір жасап жатқан анализіміз, бірақ уже басқа нарықтағы қозғалыстарға. Сіздерге қазір сілтемесін жіберемін, осы эфир аяқталғаннан соң. Тағы сұрақтарыңыз? Жіберіп қойдым. Былай эфирімізді аяқтай берсек болады. Қатысқандарыңызға рахмет. Ертең тағы да болады сағат 11-де. Пайдалы болды деген адам, және де кездескенше сау болыңыздар.